Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы заманауи конституциясы мен заманауи құқық нормалары қалыптасқан, дамыған және өркендеген мемлекет. Қазақ халқы заңмен қатар салт-дәстүрін құрметтеп сақтайды. Қазақтың салт-дәстүрі заманның тұманынан, көшпелі тайпалардың әдет-ғұрпынан бастау алады. Қазақ халқы салт-дәстүрге өте бай ел. Бұл оның мәдениетті әрі тәрбиелі ел екендігінің айғағы. Белгілі қоғам қайраткері заңгер Шайкенов ұлт дәстүрі заңнан биік деген. Демек салт-дәстүрлі ел мықты әрі тұғыры биік ел. Біздің халқымыз өз ұрпақтарына ғасырдан ғасырға ұлт қасиетін салт-дәстүрмен, өнегелі әдет-ғұрыппен, үлгіні жөн-жосықпен, әдепті ырым, тыйымнан тәрбиелеп, ұлағатты ұл, инабатты қыз өсірген. Ұлттық тәлім салт-сана сабағы адамгершілік тәрбиесінің аса сенімді әрі ғажайып жол екенін көрсетті. Отаншылдық, ерлік, мәрттік, жомарттық, қайырымдылық, жоғары адамгершілік қасиеттер осы жол арқылы дарыған. Батыр жазушы Бауыржан Момышұлы Ұлы Отан соғысы жылдарында мен өзімнің ұрыстағы тәжірибемнен солдаттың басында жауынгерлік қасиетті тәрбиелеуде халықтардың басынан өткен жауынгерлік жолдары мен ұлттық дәстүрлердің маңызы зор екеніне көзім жетті деп жазды. Олай болса, әдет-ғұрып қазақ халқының мызғымас заңы деп қабылдаған жөн. Ал ендеше осы дәстүрлер жайлы қысқаша мағлұмат беріп өтейін. Сыңсу қыз ұзату дәстүріне байланысты туған тұрмыс салт жырларының бірі. Бұл қыздың ұзатылар алдындағы ел жұртымен, ағайын туыс құрбы құрдастарымен, туып өскен жермен қоштасуы ретінде айтылады. Сыңсуды ұзатылған қыздың сіңілілерімен не жеңгелерімен үйді-үй аралай жүріп, белгілі әуенмен айтатын болған. Сыңсудың өлеңін ақындар немесе қыздардың өздері шығарған. Ұзатылып бара жатқан қыз сыңсу арқылы жұртқа өзінің мұңын, қайғы қасіретін жеткізген. Сыңсуда қыздың жеке басының мұңы әлеуметтік мәселелермен ұштасып, ескі әдет-ғұрыпты әшкерелеумен қатар қоғамдық ортаның азаттық аңсаған әйелдер көзқарасы білдірілген. Сыңсудың өлеңі құрылысына қарай 7, 8, 11 буынды болып келген. Қазіргі кезде негізінен қыз ұзатылып кетіп бара жатып, туған туыстармен қоштасу барысында айтылады. Қыз өзінің ішіндегі бар сағынышын шығарып, жұртына кетеді. Беташар қазақтың келін түсіргенде жасалатын салтының бірі. Дәстүрлі беташар әдетте тойға жиналған халық тарқар кезде өткізілген. Шымылдық ішінде отырған келіннің басына орамал жауып, той өтіп жатқан үйдің ең жақын, үлгілі келіндері екі жағынан қолтықтап алып шығады. Беташардың тәрбиелік мәні зор. Орамалдың теңге түйілген ұшын домбыраның мойнына не таяқтың ұшына байлап, жырау беташар жырын бастайды. Ол шаңыраққа жаңа түскен келінге ата-енесін, үй ішін таныстырады, қандай туысқандық жақындығы бар екенін, беделін, қадір-қасиетін шебер тілімен жеткізіп, әрқайсысына жеке-жеке сәлем жасатады. Сәлем алған адам жас келінге беретін сый-сияпатын атайды. Мысалы, сол шаңыраққа жақын ауқатты туыстары құлынды бие, енді біреулері отауға тігетін киіз үй, тағы басқа берген. Дәстүр бойынша жаңа түскен келінді беташар жоралғысы жасалмастан бұрын қыз-келіншектерден басқа ешкім көрмеген. Сүйінші сұрау. Өте қуанышты хабарды жеткізуші адам ол үйге сүйінші деп кіреді. Бұл сөз тосыннан естілсе де, үй ішіндегілерді шошындырмай қайта қуантады. Сол кезде үй иесі қалағаныңызды алыңыз дейді. Немесе ол риза болатындай бір жақсы сыйлық береді. Сүйінші алудың сөкеттігі жоқ. Ат қою. Жаңа туған сәби болашақта сыйлы, құрметті, үлкен адам болсын деген үмітпен ата-анасы жасы үлкен сыйлы адамға ат қоюға қолқа салады. Жастардың әке-шешесі, ата-әжесі тірі болған жағдайда сәбиге атты солар қояды. Кейде жастармен келісе отырып, бала есімін үлкен кісілер таңдайды. Балаға есім 3 күн ішінде берілуі құпталады. Ауылдың беделді азаматы сәбиді қолына алып, азан шақырып, ағайын туыспен бірге таңдалған есімді сәбидің құлағына қайталайды. Ежелде ақсүйек әулеттердің баласына есімді молда Құран оқып, кітапқа қарап қойған екен. Сәбиге ат қойғанда айтылуы қиын, қатаң дыбысты, жақсы да жаман мағына беретін немесе айқайлап тұрған есімдерден аулақ болған жөн. Қырқынан шығару.
Тіршілік цикліне қатысты атқарылатын рәсімнің бірі. Дәстүрлі ортада бала дүниеге келгеннен 40-нан шыққанша дейінгі алғашқы 40 күндік өтпелі кезеңді қауіпті, қатерлі санап, жаңа туған нәрестені шырақ жағып күзетіп, қасынан адам үзілмей бағады. Бала 40-нан шыққанша сүт тырнағын, қарын шашын алмайды. 40 күннен аман өткен нәрестені қарақұлақтанды деп қуанып, 40-нан шығару тойын жасайды. Баланы 40-нан шығарарда шомылдыратын ыдыстың түбіне күміс жүзік, күміс білезік, күміс сөлкебай сияқты заттар салып, 40 қасық таза су құяды. Қазақ ұғымында күміс адалдықтың белгісі, күміс салынған су ең таза су боп есептеледі, және оған жын-шайтан жоламайды. 40 шелпек пісіріп келген қауымға таратады. Кейбір өңірлерде оның бірнешеуін бесікке тізеді. Оны қасқой кемпір шымшысын деп ырымдайтын болғандықтан шымшыманан деп те атайды. Баланы 40-нан шығарған әйелдерден білезік, сөлкебайларды бөлісіп алады. Баланы шомылдырып болған соң қарын шашын алып, ақ шүберекке түйіп, тұмарша етіп баланың оң жақ иығына немесе бесігіне қадап қояды. Ал сүт тырнағын адам баспайтын жерге немесе ұрпағы көп болсын деп жеміс ағашының түбіне көміп тастайды. Осы күні баланың ит көйлегі шешіледі. Ит көйлегіне әр алуан тәтті үйіп, бір иттің мойнына байлап қоя береді. Ауыл балалары сол итті қуып жүріп, ұстап алып, тәттіні бөліп жейді. Баланың ит жейдесін киелі санап, ақсақалдар алыс жолға шыққанда, дауға барғанда қойындарына тығып алып жүрген. Бала таппаған, үнемі түсік тастаған әйелдер оны басына жастап жатады екен. Байырғы орта түсінігінде берілетін әшекейлер баланың денсаулығы мен өмірінің ақысы болып саналатындықтан, баланың анасы немесе әжесі 40-нан шығару мерекесіне келген әйелдерді кіндік шешені ренжітпей, риза қылып, қалауын беріп аттандырған. Сүндетке отырғызу. Атқа мінер жасқа толған, яғни 3 жасқа толған ұл балаға тән тағы бір той – сүндет той. Баланы сүндетке отырғызу қазақ халқы ислам дінін қабылдағаннан кейін салтымызға кірсе де, кейін бірте-бірте салтымызға сіңісіп кеткен дәстүрдің бірі. Халық түсінігінде баланы сүндетке тақ жасына отырғызады. Яғни 3 жаста, 5, 7, 9, одан тым кешіккенде 13 жаста. Бұл жастан кешіктіруге болмайды. Өйткені шариғат бойынша ұл бала 13 жаста, қыз бала 10-11 жаста балиғатқа толады. Қазақ халқы сүндетке отырғызылған баланың қамшы ұстар азамат болғанын білдіріп, ұлан-асыр той жасайтын болған. Бар жақсысын баласына, ұрпағына арнаған қазақ халқы құрсақ той, шілдехана, бесік той, 40-нан шығару, тұсаукесерден кейін осы сүндет тойды жасаған. Сүндет той жасау бала қарақұлақтанып қатарға қосылған күннен бастап, ат жалын тартып мініп азамат атанғандығының алғашқы белгісі саналады. Мұндайда бай бақуатты адамдар ат шаптырып, балуан күрестіріп, ұлан-асыр той жасаған. Сүндеттелген бала ата-анасының сұрауы, өзінің қалауы бойынша жиналған қаржыны өзі жұмсайды. Баланың сүндетке отыруы оның азаматтық өмірге қадам басуымен тең. Сүндетке отырғызу тазалықтың, пәктіктің, мұсылмандықтың белгісі. Қазақ салтында сүндетке отырған баланың нағашылары нағыз азамат, мұсылман болдың деп тай мінгізсе, ата-әжелері түрлі базарлығын сыйға тартқан. Тұсаукесу. Сәби бесіктен шығып еңбектеуден өткен соң қаз тұрып тай-тай басқанда жасалатын дәстүр. Бала екі табанымен тұрып алғашқы қадам жасауға талпына бастаған сәтте, дана қазақ баламыз тез жүріп кетсін деген ниетпен сәбидің тұсауын кестіріп думандатып той жасайтын болған. Ырымшыл қазақ тұсауы кесілмеген бала сүріншек, болашақта жығылғыш болады деп пайымдайды. Ал тұсауы кесілген бала біреудің ала жібін аттамайтын адал, жолы ашық азамат болады деп санаған. Сондықтан қаз тұрып тай-тай басып келе жатқан баланың тұсауын кесу бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқан ескі дәстүр. Тіпті бұл күнге орай кішігірім думанды той жасалады. Дана қазақ баланың тұсауын ала жіппен, малдың тоқ шегімен және көк шөппен кестірген. Ала жіппен бала ешкімнің ала жібін аттамасын, ақ пен қараны ажырата алатын адал азамат болсын деген ниетпен кеседі.
Ал малдың тоқ шегімен кесу себебі бала бай, дәулетті азамат болсын деп ырымдауында. Сондай-ақ бала шөптей қаулап өссін, шөп сияқты көгеріп көбейіп көктесін, ұрпақты болсын деп ырымдап тұсауын көк шөппен кескен. Бір қызығы, қазақ халқы баланың тұсауын жайбасар сүріншек адамға кестірмейді екен. Баланың тұсауын жиналған көпшілік арасынан шаруаға икемді, елгезек, қимылды ширақ, іске епті қасиеттермен көзге түсетін қағылез пысық адам таңдалып алынып, соған кестірген. Болашақта бала сол адам секілді үлгі тұтарлық азамат болсын деген ниетпен пысық адам таңдайды. Атқа мінгізу. Бала тәрбиесіне байланысты салт дәстүрдің бірі 3-4 жасқа келген ұл баланы атқа мінгізу. Алдымен ағаштан ашамай ер жасалған. Оның қолтырмаш баланың белін буатын жұмсақ белбауы және тепкішек баланың аяғын салатын үзеңгі орында жүретін дорбасы болған. Осыған орай мықтап тарт ашамайдың қолтырмашын, жас болса жол үстінде болдырмасын деген тілек айтылған. Ашамай ердің алды арты биік сүйеніші болған. Осыны жуас құнанға ертеп, баланы мінгізіп байлап қойған. Тізгінді балаға ұстатып, бір адам құланды жетектеп жүретін. Осыдан кейін ауылда айналдыра жүргізіп жиналып тұрған үлкендерге сәлем бергізетін. Қариялар, атқа жақсы шаба біл, өнеге өнер таба біл, аймағыңа жаға біл деп тілек бата берген. Әйелдер баланың атқа міну құрметіне шашу шашқан. Ересек балалар таймен жарысып, бір-бірімен күресіп, түрлі ойындар ойнаған. Үлкендер ет жеп, қымыз ішіп, бата беріп тараған. Тоқым қағар. Халық рәсімі. Ауыл үйдің қарттары жол жүрерде, сөйтіп жастар жағы бірыңғай болып ауылда қаларда, немесе жас бала тұңғыш рет атқа мінерде тоқым қағар деп аталатын тамақ пісіріліп дастархан жайылады. Бір жағы жол жүрер үлкендердің жолының болуына тілектестік болса, екіншіден жас баланың азамат болғанына қуаныш білдіру белгісі болып табылады. Қонақ кәде. Қонақтың өнерін ортаға салуын сұрайтын салт. Дәстүрлі қазақ қоғамында қонағасы берілгеннен кейін үйге жиналған қауым әңгіме дүкен құрып, шағын сауық кешін ұйымдастырады. Сол кезде мейманның қонақ кәде жасауын өтінеді. Келген қонақ аса сыйлы, әсіресе әнші, жыршы, шежіре айтатын қарт, сал-сері болса, ауыл адамдары оларға қонақжайлық көрсетіп, бірнеше күн қонақ етіп, ән жырын тыңдаған. Көңілді отырудың үй иесінің сонымен бірге қонақтың риясыз көңілін білдіретін белгі. Үй иесінің қонағына қонақ кәде айтыңыз деп өтініш жасауға хақы бар. Бұл өлең айтыңыз, өнер көрсетіңіз дегенді білдіреді. Екіншіден, бұрынғы адамдар жастарды өлең айтуға, айтысқа, шешендікке, домбыра үйренуге ерте баулыған. Олардың 8 қырлы, бір сырлы өнерпаз болып өсуіне қолдау көрсетіп отырған. Өйткені қонақ кәде айта алмай қалу ыңғайсыз жағдай болып қалыптасқан. Бесікке салу. Қазақ халқы бесіксіз үйде береке жоқ деп өмірге келер сәбиді асыға күткен. Себебі бала өмірдің гүлі, жалғасы. Жас нәрестенің өмірге келуі отбасы мүшелеріне, әкесі мен атасына, нағашы жұртына үлкен қуаныш әкелген. Жас нәресте өмірге келгенде арнайы адам жіберіп сүйінші сұратқан. Қазақ баласын ағаш бесікке салып баққан. Ағаш бесік көшпелі өмірге өте қолайлы. Бесікті қазақтың құрмет тұтуы соншалық, кейде атасы жатқан бесікке немерелері жатқан. Қазақтың туған жерді алтын бесікке теңеуі де бесікті ардақтаудан шыққан. Бесік түгел ағаштан жасалады. Бесікке бөлу рәсімін ауылдың қадірменді анасы іске асырған. Бесікке салушы бесіктің барлық жабдықтарын орын-орнына қойғаннан кейін шашуға әкелген құрт, май, бауырсақты уыстап алып, бесіктің түбек байлайтын тесігінен төмен өткізіп, бесік астынан қолын тосқандарға үлестіреді. Бұл дәстүр тыштырма деп аталады. Тыштырма үлестіріп болған соң, барлық отырғандарды қамшымен арқаларынан ұрып шығады. Сонан соң бесікті отпен аластайды.